Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен YouTube'да хит болып жатқан хожелі мантының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа, бір кесе су, жылы су болу керек. Тұз және сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығы бір келкі болу керек. ұн елегіштен өткізілген ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тура мантының қамырындай болып, қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қылып қамыр илеп алып, оны 5 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Оған дейін салмасын дайындап аламын. Бізде ет тартқыштан өткізілген ет және де пиязымыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосасыздар. Мен тұз, қара бұрыш қосып, барлығын бір келкі қылып араластырып алдым. Салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша картошка, асқабақ қоссаңыздар да болады. Салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды тағы да бір қайтарып илеп аламын. Сол кезде жайған кезде қамырымыз өте әдемі бір тегіс болып жайылады. Енді қамырымызды жаюға кірісетін боламын. Қамырымыз жұп-жұқа болғанға дейін жақсылап жайып аламыз. Қамырымыз демалып, тынып тұратын болса, жайылған кезде де өте әдемі болып жайылады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Менің арнамда қажетті видеолар болса, өтіп көріп, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен де бөлісуге болады. Менің арнамда және де гүл мантының, асқабақтан жасалған мантының жасалу жолдары бар. Ханымның жасалу жолы бар, соларды өтіп көрсеңіздер, ешқандай құпиясын қалдырмай сіздермен бөлісіп кеттім. Хожелі мантыны бірінші рет жасап жатырмын. Өте керемет болып шықты. Бұның барлық сыры салмасында және де қамырында екен. Ол үшін мен видеомды соңына дейін қараңыздар, тағы да айтатын боламын. Қамырымызды жұп-жұқа қылып жайып алдым. Енді мұны кесетін боламын. Біз осылай кесіп аламыз. Бұл жерде қамырымыз дәу болу керек екен, және де жұп-жұқа болу керек. Қамырларымның барлығын осылай кесіп алдым. Қалыңдау болса, қолдарыңызбен созып жіберсеңіздер де болады. Бұл жерде тағы да бір сыры, осы салмасын жұп-жұқа қылып, кішкенеден салу керек екен. Бар сыры осы да, қамырымыз жұқа болып, және салмасы осындай аз болу керек екен. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болып шықты. Тағы да бір құпиясын айтатын боламын. Қазір барлық мантымызды осылай түйіп алайын. Манты қазанға жайғастырған кезінде де бұның бір сыры бар екен. Хожелі мантымыздың барлығын осылай түйіп алдым. Енді манты қазанымызға жайғастыратын боламын. Бұл жерде менде кішкене түспей қалыпты. Негізгі құпиясы осылай барлығын бір-бірінің үстіне қояды екен.
мантының бетін майлап, жақсылап майлап, үстіне екінші мантыны, одан оның үстіне тағы бір мантыны қойып, осылай жайғастырып аламыз. Мантыңыз жабыспай, өте дәмді, жыртылмай, керемет болып шығады екен. Мен қорыққан болатынмын, жабысып қалатын шығар деп. Жабысқан жоқ, өте дәмді болып пісіп шықты. Бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша подлив қолдансаңыздар да болады. Мен қызыл бұрышпен және көкөніс айран, қолдың айранымен жедік. Өте дәмді болып, менің отбасыма қатты ұнады. Келесі видеода кездескенше